Қуаты 8 киловатт, пәк 11%, мотоцикл 1 сағатта неше литр бензин жағады? Қуат берілген, Q кестеден аламыз 46 мегаджоуль килограмм, пәк бар, уақыт бар, роны тығыздықты кестеден аламыз. Бензиндікі 710 килограмм-метр куб. Табу керек көлем. ХБЖ-ға айналдырайық. 1 сағат ол 3600 секунд. Талдау. Көлем деген ол масса бөлу тығыздық. Пәк бізде пайдалы жұмыс бөлінген Q1 100%. Пайдалы жұмыс ол бізде қуат көбейту уақыт, Q бізде көлем 100%. М бізде осыдан М тауып алайық пропорциямен. Сонда бізде қуат көбейту уақыт көбейту 100%. Пәк пен М-нің орны ауысады крестик көбейткенде. Сонда біз ол пәк Q М деген бізде ровы ғой. Так, алдымен осылай қалдырайын 100%. Енді М-нің орнына ровы қоямыз. Неге ровы қоямыз? Сонда бізде ро көбейту В, НТ 100%, пәк Q. Осыдан В-ны табу үшін ро пропорциямен бөліміне кетеді. Сонда бізде НТ көбейту 100 бөлінген пәк Q ро 1%. Осындай формула шықты. Енді шешімі. Сонда бізде В тең болады. Қуат бізде 8 киловатт, ол 8000 ватт. Уақыт 3600 секунд. Көбейту 100%. Бөлеміз 11%. 46 мегаджоуль оның 6 дәрежесі. Ро 710. Есептейміз калькулятормен. 1008 метр куб шығады. Бізде жауап литрмен, сол себепті 8 литр. Жауабы 8 литр.